Латублаунна фи амваликум ва анфусикум. Қараңыздар, қағида қандай? Сөзсіз сыналасыңдар сендер дейді. Баршамызға айтып жатыр Алла Тағала. Сол кезде сахабаларға түскен аят қой, мысалы. Баршаларың сөзсіз сыналасыңдар дейді. Қандай нәрсеге байланысты? Фи амваликум, малдарыңа байланысты сынайын дейді Алла Тағала. Малды берем, сосын алып қоям. Жоспарларыңа қайсы нәрселер кеп қалып тұрады? Сендер ойламағандай нәрселер кеп қалады. Ол жерден кеміткен мен мына жақты арттырайын деп жатырмын дейді Алла Тағала. Сіз ба ақыретті? Сендер ақыретке сенуші адамсыңдар ғой. Әлде олай емес пе деген мәселе. Көрдіңіз бе? Уал ахирату хойру ва абқа. Ақырет деген жақсырақ және мәңгі. Сол үшін ана малға тиісіп қаламыз. Малға тиіскенде нені көрсетеді Алла Тағала бізге? Алла Тағала біледі, бірақ біз білмейміз ғой өзімізді. Малдың қаншалықты жүрекке кіріп кеткені белгісіз ғой. Оны Алла Тағала көрсетеді ғой, бізге өткен жақсы көреді ғой құлдарын. Түсіндіңіз ба? Иман келтірген құлдарына жақсылық көрсетеді, жақсылығын береді. Сөйтіп ана сынақтың кезінде көрсетеді бізге, әлсіз тұсымды көрсетеді. Мына жағымен жоқ екен ғой мүлде. Мысалы бір бақша ектім, жеміс бергелі тұр, жоспар сыздым. Ертең піссе, осынша ақша түсіп қалайын деп тұр. Осындай деген жоспар бар ғой сізде. Сол кезде Алла Тағала сынақ кетіп қалады да, бақша жеміс бермей қалады, ойдағыдай болмай қалады. Сол кездегі сөзіңіз. Егер сіз сол күнге дейін 10 жыл намаз оқыған болсаңыз, неше түрлі кітаптарды оқып келген болсаңыз, интернеттен ба тағы да басқа, неше түрлі сахих нәрселерді оқысаңыз, сол күні көрінеді жалпы сіздің не жинағаныңыз. Егер сол кезде біз, неге бұлай болып қалды? Қап деген сөздер кетсе, бос нәрсе деген сөз саныңда. Егер де Раббым, сенің тағдырың ғой, қалаған нәрсені істедің. Раббым, осы жерде сұрап алсам бола ма? Маған жәннат нәсіп етші. Мен сен үшін осы жерде сабыр етемін, ризамын саған деген ақырет тұтып алуыңызға болады. Басқа жағдайларда, сынақ жоқ жағдайларда үйтіп сұрауға бет жоқ жәннатта. Түсіндіңіз бе? Жәннаттағы бір керемет дәрежелерді сұрап алуға да бет жоқ. Бірақ жаңағы кезде өте үйлесімді сәтті. Көрмедіңіздер ме, Перғауын өзінің әйелі Асияны азаптап атқан кезде Мұсаға иман келтіргенде. Раббым, мені мына Перғауыннан да, қауымнан да, амалынан да құтқар, Раббым. Маған өз қасыңнан сарай салып берші деді. Қараңыздар, сынақтың кезіндегі нәрсені. Түсіндіңіз ба? Өз құзырыңда биік жәннаттан сарай тұрғызып берші, Раббым. Сол секілді әрбір сынақтың кезінде сіз кез келген проблемаңызды шешіп алуыңызға болады. Сіздің дәл сол кездегі дұғаңыз өте жауапты дұға. Содан шайтан алаңдатып, басқа нәрсеге алып кеткісі келеді. Неге мынау болмай қалды? Намазымды оқып жүр едім. Неге болды екен бұлай? Осындай сөздерге кетіп қалмау керек біз кейде. Сол сабырлықтың нәтижесі қандай? Сондықтан Алла Тағала айтады: «Ла тублаунна». Әлбетте сыналасыңдар, ей мұсылмандар. Фи амваликум, малдарыңа қатысты сынаймыз. Тағы, фи анфусикум, жандарыңа қатысты да сынаймыз. Қараңыздар. Жаныңмен байланысты нәрселермен де сынаймыз. Жаныңа жақын болып қалған нәрселермен де сынаймыз. Міне, малмен, жанмен сыналған кездегі сабырлықтың бірінші түрі. Екінші сабырлықтың түрі жаңағы «Вала тасмаунна». Әлбетте сендер әлі естисіңдер. Нені? Әзән кәсира, өте көп реніш, зиян. Қараңыздар. Кімдерден? Миналлазина утул китаба мин qablikum. Сендерден бұрын өздеріне кітап берілген иудейлерден де, христиандардан да. Ва миналлазина ашраку. Және Аллаға серік қосып жүргендерден де. Көп нәрсе естисіңдер дейді. Мұсылмандарға Алла Тағала алдын ала не істеді? Жағдайды айқындап берді. Не істеу керек біз Раббымыз онда біз? Вайын тасбиру ва таттақу. Егер де сол сәттерде сабыр етсеңдер, қараңыз. Ва таттақу. Мені еске алып, менен сескенетін болсаңдар дейді. Сол кезде. Фа инна залика мин азмил умур. Бұл деген ешкім істей алмайтын істерден ғой дейді, қараңыз. Мықты істерден ғой дейді. Азмил умур. Өте берік. Раббысын таныған адамдардың істі дейді бұл. Әркім істей алмайтын істерден дейді. Сондықтан көрдіңіз ғой, сабыр деген мәселе қажет.
Бізді көлікпен кетіп бара жатып қаншасын аламыз, дұрыс па? Алдыңыздан біреу бүйтіп кетіп, міне бұл қалай жүреді өзі деген сөздер кетіп жатыр. Соның бәрі негізі қоқыстар. Тазару керек одан. Дұрыс па? Сіздің көңіліңіз Раббыңызға қарай істеу керек. Раббыңыз риза ма? Көңіліңіз сөзіңіз шығады. Риза емес пе? Сөз шықпау керек. Мимикаңызға дейін Раббыңызға құлшылық жасау керек сіздің. Мынау қайтеді деген нәрселер. Осылар түсінбейді ме? Қалай дейді деген мәселелер. Артық сөздерді сізге жараспайды ол. Сіз Алланың құлысыз ғой. Көрдіңіз ба? Сондықтан әрбір нәрседе сабыр керек. Кішкентай нәрседе де сабыр керек. Үйіңізге келдіңіз, әйеліңіз тамақ пісірген екен, тұзы көп болып кетті. Не істейсіз? Қандай сөз айтасыз? Раббыңызды еске алсаңыз дұрыс сөз айтасыз. Маша Алла, Алланың қалағаны ғой. Болды. Өйткені Алла Тағала сізді сынағысы келсе, сынайды ғой. Тіпті әйеліңізді сол пісірген тамағымен. Сіз Раббыңызды ұмытасыз да сынағын, мынау тұзын дұрыстамайсың бе деген сөздер кетеді аншық. Сосын ол сіздің мінезіңізден қорқатын болады да, жалпы одан кейін ол білмейді өзі, Аллаға бойсына ма, сізге бойсына ма. Көбінесе сіздің табиғатыңызға бойсынады ол. Ойбай, отағасы келе жатыр, байқаңдар. Мына жерде тамақ пісіріп жатқанда да ойы сол жоқ. Сіз кімсіз сонша елдің бәрін өйтіп біріктіреді? Орныңызды білу керексіз Алланың алдында.